Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында қазіргі Қазақстанның басты рухани құндылықтары айқын көрініс тапқан. Бұл мақала ғана емес, мазмұны терең, ауқымы өте кең. Ұлт руханиятын 21 ғасыр биігіне көтеретін рухани жаңғыру бағдарламасы. Елбасы ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтитын ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасын халық назарына ұсынды. Бағдарламамен танысқаннан кейін Абай ақынның «Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта барқалан» деген сөздері еске түседі. Иә, еліне ие, жеріне кие болатын әрбір азамат дүниенің кетігіне кірпіш болып қалануы, отанына пайдасын тигізуі керек деп ойлаймын. Заманауи басқарушы бүгін маңызы бар, ал ертең одан да маңыздырақ болатын мәселелерді алдына қояды. Ең бастысы оларды шешудің жолын табу керек. Алдыңда толған мақсат, толған таңдау, алайын ба мынасын, анасын ба деп ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров жырлағандай, мектеп бітіргеннен кейін мен тарих пәні мұғалімі болуды қалаған едім. Таңдаған мамандығымды игеріп, осы салада 25 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Оның 17 жылы басшылық қызметте болды. Мұнайшылар қаласында 2008 жылы Каспий педагогика және салалық технологиялар колледжі ашылғаннан бері осы колледж директоры болып қызмет атқарып келемін. Ұлы Абай 15-ші қара сөзінде: егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіпсің деген екен. Өзіме есеп беретін болсам, ойға алғандарымды біртіндеп орындап келеді екенмін. Оқыту барысында әлеуметтік серіктестіктерден басқа колледж жанынан тәжірибелік алаңдар ашылып жасақталды. Ол алаңдар өз деңгейінде еңбек етуде. Каспий балабақшасы, Каспий спорт кешені, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша ресурстық орталық, Каспий зияткерлік мектеп бақшасы. Каспий шағын орталығы колледж жанынан 2013 жылы елбасының қолдауымен балапан бағдарламасы бойынша ашылған жекеменшік балабақшалардың бірі. Оқу орны жанынан ашылған балабақшада студенттер тәжірибеден өтеді. 2012-2013 оқу жылында дуалдық оқу жүйесін енгіздік. Серіктестермен келісім шарттар саны өсіп, сапалы тәжірибеден өтуде. Өскелең ұрпақты, студенттерді заман талабына сай бәсекеге қабілетті ұрпақ етіп тәрбиелеуді ұстаздық жолымда өзіме мақсат етіп қойдым. Ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы былай деген екен: адамдық борыш ат үшін, барша адамзат қам үшін, серт бергем еңбек етем деп, алдағы атар таң үшін. Осындай ой ұрпақ алдындағы борыш пен парыз мені колледж жанынан бастауыш сыныптарға арналған мектеп ашу ісіне жұмылдырды. Әлеуметтік жауапкершілікті де сезініп, бұл ойымды мен жүзеге асырдым. Биыл 2017 жылы 1 қыркүйек күні қаламызда 125 балаға арналған бастауыш зияткерлік мектеп ашылды. Колледж басшылығының тәжірибесін, колледждің даму жоспарын ескере отырып, колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін еуропалық және халықаралық тәжірибе стандарттарына сәйкес білім беру сапасын жақсарту және жетілдіру, өзгеріп отыратын сыртқы ортаның талаптарын қамтамасыз ету мақсатында институционалды және мамандандырылған аккредиттеуден өту туралы шешім қабылданып, 2017 жылдың 30 қазан 2 қараша күндері аралығында білім беру сапасын қамтамасыздандыру Тәуелсіз Қазақстандық агенттігі мекемесі аккредиттеуден өткізді. Колледж жұмысы жақсы бағаға ие болды. Қазіргі кездегі заманауи басшы бейнесі дегеніміз қарамағындағы жұмыс атқаратын адамдарды алға қойылған мақсатқа жетуге жұмылдыра алатын басшысы. Педагогикалық ұжымымызда 39 оқытушы, сапасы 61,5% құрайды. Ұжымның сайыстарда қол жеткізген табыстары да баршылық. 2014 жылы облыстық үздік әдіскер 2014 байқауында колледж әдіскері Сүйінбаева 3-ші жүлделі орынды иеленді. 2015 жылы облыстық үздік колледж 2015 байқауында колледж инновация шеберханасы номинациясын иеленді. 2015-2016 жылдары республикалық ұлттық бизнес рейтинг экономикалық сараптау қорытындысы бойынша сала көшбасшысы 2015 және сала көшбасшысы 2016 номинацияларының алтын белгісін иеленді. 2016 оқу жылында облыстық үздік педагог
2016 байқауында арнайы пән оқытушысы Бекбаева шығармашыл ұстаз номинациясын иеленді. 2015 жылы Маңғыстау облыстық оқытушылар арасында Экспо 2017 шебер сынып сайысында педагогика және психология пәні оқытушысы Хайруллаева жас талапкер номинациясына ие болды. 2017 жылы жұмысшы мамандығының ұлттық чемпионатында үздік сахналау номинациясын иеленді. Соңғы 5 жылдықта 2013-2017 жылдар аралығында колледж студенттері әртүрлі сайыстардан, байқаулардан, конференциялардан 167 жүлделі орынды жеңіп алды. Көшбасшылыққа жету жолындағы табыстар білім мен тәжірибе, инновациялық жаңалықтарды енгізу жағдайында келеді. Өз қызметіндегі қарым-қатынастар басшы ретіндегі үлгі болу принципіне құрылған, яғни қызметкерлерге шығармашылықпен жұмыс жасауға барлық жағдайлар жасалған. Қазіргі кезде басқару ісінде заманауи басшы болуда өз қабілетіңді шығармашылықпен пайдалану, оның сапалары мен белгілерін жүзеге асыру табысқа жеткізеді. Заманауи басшысы өз қызметкерлерінің айтқанын тыңдай білуі, оларды мотивациялау және қолдай білуі қажет. Мұндай басшылар жоғары қоғамдық қолдау алады деп ойлаймын. Мамандар даярлаудың сапа менеджменті жүйесінің өзін бақылаудағы негізгі мақсат бүкіл білім беру үрдісінің әлсіз жақтарын табу және сапаны арттырудың позитивтік аспектілерін анықтау. Колледжде жыл сайын студенттерге, оқытушыларға және жұмыс берушілерге сауалнама жүргізу арқылы білім беру үрдісін эксперттік бақылау жүргізіледі. Сапаны жақсарту колледж үшін прогрестің, дамудың синонимі болып тұрған кезде әлде талай биіктіктер алынатынына сенімдімін. Түріктің ұлы шайыры Назым Хикмет «Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, кім жанады лапылдап» деп жырлағандай, болашақ ұстаздарды тәрбиелейтін, оқытатын оқу орнында заман талабына сай, бәсекеге қабілетті мамандар дайындайтын білім беру мекемесін басқару маған үлкен жауапкершілік артты. Зор ізденістер талап етті. Білім беру мониторингі жүйесін және экспорттық бақылау жүргізуді қолдану колледжде білім беру үрдісін ұйымдастырудағы кемшіліктер мен әлсіз жақтарын анықтап түзету әрекеттерін қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл колледжде білім беру сапасын арттыру болып табылады. Осы жолда интернеттегі интернет сервистердің, электрондық бағдарламалық ресурстардың жеткіліксіз пайдалануы көрінді. Басқару шешімін жүзеге асыруда осы туындаған қиындықтарды шешу жолында биылғы оқу жылында 7 интербелсенді тақталынды. Барлығы интернет желісіне 100% қосылды. Заманауи басшының кәсіби құзырлылығына басқарушылық, педагогикалық, коммуникативтік, диагностикалық және зерттеу қасиеттері кіреді. Оның жұмысының тиімділігі кәсіби білімі мен білігінің қалыптасу деңгейімен анықталады десек, басшының міндетті түрде болуға тиісті жеке қасиеттерінің бірі өзіне сенімділігі деп білемін. Басшының күші бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын, яғни бірлесе, иық тірестіре жұмыс істейтін ұжымда деген сөздің жаны бар. Басшы өз қарамағындағы қызметкерлерінің арқасында табысқа қол жеткізеді. Сондықтан басшы қызметінің тиімді міндеттерінің бірі адамдарды, олардың білімін, мінез ерекшеліктерін тани білуде деп ойлаймын. 25 жылдық еңбек жолымда ұйымдастырушылық дағдылар, ойлау ерекшеліктері мен мінез құлықтағы табандылық, қайырымдылық сияқты қасиеттер жиынтығы бойымнан табылады деп ойлаймын.